Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып оқушылары? Бүгін сіздермен математика пәні 68-ші сабақ. Жаңа сабағымыздың тақырыбы мың көлемінде ауызша көбейту және бөлу тақырыбы. Оқулығымыздың 67-68 беттері. Ландшафт белгілі бір аймақтың жалпы көрінісі жер бедері. Бірінші тапсырмаға қараймыз, балалар. Біз осы уақытқа дейін 100 көлемінде және 10 көлемді сандарды көбейту және бөлу сабағымен танысқан болатынбыз. 10-ға көбейткенде 1 нөл тіркейміз, 100-ге көбейткенде 2 нөл тіркейміз. Ал керісінше бөлген кезде нөлдерді алып тастаймыз. Бұл енді бүгінгі тақырып соның жалғасы мың көлемінде көбейту және бөлу. Бірінші бағындағы өрнектерді салыстырайық. 4 пен 7-нің көбейтіндісі 28. Екінші бағында 40 пен 7-нің көбейтіндісі, бұл бізге түсініктірек оңайырақ болу үшін 4 ондық көбейтілген 7 деп алсақ та болады. Сосын ондықтарын көбейтеміз. 4 пен 7-нің көбейтіндісі 28 ондық. Бұл 28 ондық дегеніміз, яғни 280 бірлік. Келесі, енді бөлуге қарайық. 28 пен 7-нің бөліндісі 4-ке тең. Екінші бағанда 280 мен 7-нің бөліндісі, бұл дегеніміз 28 ондық пен 7-нің бөліндісі. 28 ондықты 7-ге бөлсек 4 ондық шығады, ал 4 ондық дегеніміз 40 бірлік. Келесі, 6 мен 70-дің көбейтіндісі. 6 көбейту 7 ондық. Тең болады 42 ондық. 42 ондық деп отқанымыз 420 бірлік. Бөлуде дәл солай ондықты ондыққа бөлеміз. Сонда 42 мен 6-ның бөліндісі 7. Ал 420 мен 6-ның бөліндісі 70. Келесі, балалар, 3-ші тапсырмада оқулықта бізге суреттер берген. Әртүрлі суреттер бізге ұзындығы мен енін көрсетіп кеткен. Енді соған қарап отырып біз тапсырмаларды орындаймыз. 3 тапсырма берген. Бірінші тапсырмада гүлзардың ауданын, сосын хауыздың қабырғаларын және ойын алаңының ауданын есептейміз. Суреттегі мұқият қараймыз. Гүлзардың ауданы 60 метр, ені 2 метр, ауданы 120 метр. Енді хауыздың суретіне қараймыз. Хауыздың ауданы ұзындығы 12 метр, ені 10 метр, ауданы 120 метр. Ойын алаңы, үшіншісі. Оның ұзындығы 30, ал ені 20 метр. Көбейтсек 600 метр шығады. Өте жақсы оқушылар. Оқушылар, олай болса сабағымызды жалғастырамыз. 4-ші тапсырма қараймыз. 4-ші тапсырмада бізге бірінші, екінші көбейткіштері белгілі, көбейтіндінің мәнін табамыз. Келесі, 5-ші тапсырма бізге амалдар берген. Біріншісінде көбейтуді орындап аламыз. 50 мен 4-нің көбейтіндісі 200, 1000 мен 200-дің айырмасы 800-ге тең. Екіншісінде жақшаны жазан орындаймыз. 700 мен 650-дің айырмасы 50, 50 мен 7-нің көбейтіндісі 350. Келесінде де және ең соңғы 4-шісінде солай бірінші жақшаны орындап аламыз. Тапсырманы жаза қойыңыздар, балалар. Олай болса, келесі тапсырмаға қарайық, балалар. 6-шы тапсырма. Асы. 180 теңгеге 1/6 қалам сатып алынды. 270 теңгеге осындай қанша қалам сатып алуға болады? Ол үшін біз бір қаламның бағасын тауып аламыз. Міне бізге балалар формула берген. Бағасын табу үшін құнын санына бөлеміз. Яғни бірінші сөйлемге қараймыз. 180 теңгеге 6 қалам сатып алған. Демек 180 мен 6-ны бөлеміз. Екіншісінде санын сұрап тұр. Санын табу үшін құнын бағасына бөлеміз. Сонда 270 теңгеге біз 9 қалам сатып аламыз. Келесі әсінде пойыздың 3 плацкарт вагонда 180 орын бар. Осындай 7 вагонда қанша орын бар? Бір айтасы, әуелі бір плацкарттың орнын анықтап аламыз. Сонда бір плацкартта 60 орын бар, ал 7 вагонда демек 420 орын болады. Бысына қараймыз, балалар.
6 килограмм алмадан 3 литр шырын алуға болады. 180 килограмм алмадан қанша литр шырын алуға болады? Әуелі 1 литр шырын үшін қанша килограмм алма кететінін есептеп алайық. Ол үшін 6 мен 3-ті бөлеміз. Содан соң ғана 180-ді сол шыққан санға бөлеміз. Демек 180 килограмм алмадан 6 килограмм шырын алуға болады. Бүгінгі балалар сіздермен мыңға көбейту және бөлу сабағы аяқталды. Жаңа сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға жазыламыз. Қасындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.